Ағымдағы жылдан бастап елімізде көп балалы әкелерге батыр әке атағы беріліп, бала басына 330 мың теңге сыйақы төленуі мүмкін. Осыған орай 12-ші баласы дүниеге келген Қызылорда қаласының тұрғыны Олжас Баймаханов 4 миллион теңге сыйақыға үміткер. Аталған азаматтан тілшіміз мән-жайды біліп қайтты. Естіп жатырмын оны, жаңағы батыр әке деген атақ берейін деп отыр екен. Өте қуаныштымыз. Мен өзім 12 баланың әкесімін. Жаңағы 4 миллион сыйақысы да бар екен. Қуанып жатырмыз ғой естіп. Енді әйелім байына рахмет айтса, мен Жаңақорғанның лайына рахметімді айтам. Осы Жаңақорғанның балшығының арқасында сол 12 баланы әкеп, жылда өзім емделіп тұрам, осы жаққа кеп. Өзім 29 ағайындымын, 17-ші ұлымын. Әкем есімде, жылда осы санаторияға келіп емделетін, қасынан шықпайтын, содан өзіме де әдет қылып алып алдым. Өте жақсы, керемет санаторий, әкімшілігіне рахмет айтам, врачтарына үлкен алғысын білдірем. Көп балалы әке ана болғыларыңыз келсе, келіп емделіңіздер. Мен негізі осы жерде жылда емделем да, сөйтіп осы жылы келген кезде қызық мынандай жағдай болып жатыр да. Тампон салатын жігіт танымай қалды да келгенде. Мен ғой десем танымайды. Сонымен тұрамын да, құрсын танымаған шығар деп, тампон салатын кезде бүйтіп шишіп тоңқайып не қыласың ғой, жаңа ыңғайланып атсам, сөйтсем ойбай аға сіз ба деп сөйтіп танып жатыр да, сондай. Негізгі емі тұзды қара батпағы мен суының арқасында осы санатория жұмыс жасап тұр. Өзінің негізгі емдік қасиеті буын ауруларымен қатар урологиялық ауруларға да емдік қасиет жоғары, урологиялық және гинекологиялық ауруларға. Негізі батпақтың құрамына байланысты емдік қасиетті соған бағытталған. Полин деген зат бар. Ер кісілердің, әйел кісілердің жыныстық жолдарындағы бездердің жұмысын қалыпқа келтіру көмектеседі. Талған Топырлатұлы, Дархан Дарылдатов, ПТК арнасы.